Сәлем достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін блинчиктер, яғни құймақтар пісіремін, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге керегі сүт, жұмыртқа, май, құмшекер, ұн және жылы су, сода керек болады. Ең алдымен жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Осылай үстінен сүтімізді құйып араластырамыз, сосын және құмшекерімізді салып араластырамыз. Одан кейін бізде май, бізге 3 қасық, ас қасық май салдым. Үстіне осылай сода міндетті түрде, басқа нәрсе разрыхлитель анамын қолдануға қажет жоқ, сода саласыздар. Жарты чай қасық сода жетеді. Үстіне осылай жылы су құйдым. Мен жылы су міндетті түрде қолданамын. Жылы судың үстіне осылай ұнымызды жай-жайдан ұн қосамыз. Ұнды сразу бәрін салудың қажеті жоқ. Осылай себебі бәрін салсаңыз жаңа кезде оны көп болып кетіп қою болып қалуы мүмкін. Сол үшін қайтадан сүт қоямын, су қоямын деп сіз қайтадан тестаны бұзып аласыз. Сол үшін ұнымызды жай-жайдан ғана салып, сұйық осылай өзіміздің тестамызды өте сұйық болады. Осылай құймақтың тестасын дайындап аламыз. Сосын тапамызды қыздырып, мен осы блинчиктерге бір мәрте ғана тапамды майлап аламын. Болды, одан кейін вообще майламаймын. Сол бір майлағаным жететін өзіме. Бұл жерде бізде міне осылай тестамды, жарты ожау тестамды, қамырымды құйдым. Осылай пісіреміз. Сосын мен айта кетерім, мен осы блинчиктерге дейін өте көп басқа құймақтарға дейін басқаша тесталармен істеп көргем. Біздің әйел қыз келіншектердің өте проблемасы деп ойлаймын. Осылай құймақтарымыз піспей жабысып қалу, сосын оны өзіміз жей салу деген бізде көп қой негізінде. Бұл осымен істесеңіздер, сіздер ешқашан жабыспайды. Бірінші құйғаныңыздың өзі жабыспайды. Осылайынан пісіріп аламыз. Осы керек заттарынан 22-23 штук блинчик шығады. Бір қонақ күткен кезде жеткілікті болады. Осылай істесеңіз, міне өте дәмді, тәтті, жұмсақ блинчиктер, құймақтар пайда болды. Істеп көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін.